Ұйықтай алмай отырмын. Неге оның бейнесі менің көз алдымнан кетер емес? Неге оның көзінен балалық шақтағы аярудың жанарын көремін? Не де болса, көздер алдамайды. Киімімді ауыстырайын да ұйықтайын. Кеш болып кетті. Бұл қалпақ аяру киіп келген қалпақ еді ғой. Неге бұны сақтап қойған десем, енді түсінікті. Қорқынышты түстер ма? Мен неге ұйықтай алмай жатырмын? Ойлар маза берер емес. Егер мен жаңа, көріскенбіз, мен аярумын десем, ол не істер еді? Менен қашып кетер ме еді, немесе мені қабылдайтын бе еді? Білмеймін. Қайырлы таң, қалайсыңдар? Қалайсың, Сая? Айбар, қалайсың сен? Так, бүгін жиналыс болады. Ұмытпаңдар, барлығымыз түгел баруымыз керек. Отчет түгел болсын, әйтпесем қырып жояды бүгін. Ашулы директор. Понятно всем? Сонымен әріптестер, бүгін барлығыңа тапсырма береміз. Стажер сағанда. Қиын тапсырма. Стажерға тапсырма бересіз ба? Иә, беремін. Ол оны бүлдіреді ғой, орындай алмайды ол. Жоқ, біз мүмкіндік береміз. Сахнадан кеткен редактор профессорды тауып сұхбат алуын керек. Сонымен аяру, қарның ашып қалмасын, жеп отыр көкөністерден. Және сенің қолыңнан келетіне мен сенемін. Көп рахмет. Көмек керек болса маған айт. Жоқ, мен өзім жасаймын. Ал ендеше сәттілік. Алло? Айару, сәлем, не істеп жатырсың? Бүгін сенде демалыс еді ғой. Давай сен жақсы көретін паркке барамыз. Сен бір жер өте қатты жақсы көретін, сол жерге кел. Адресті өзің білесің. Жарайды, барамын, иә. Қандай жер ол тағы? Аярудан сұрауға болмайды. Өзім тауып баруым керекпін. Так, хотя бы әдем болып киініп алайын, сосын шығамын. Звондап сұрай салам, ұмыт қалыппын деп айтам ғой бірдеңесін. Менде әдемі, ақылды қыз жоқ шығар әлі. Қоңырау шаламын. Так, Алмас. Алло? Алло, Алмас, мен адресті ұмытып қалдым. Сен кеткелі бармаған едім, айтып жібересің ба? Шығып тұрмын. Жарайды, Сакура саябағы. Бәсе как раз келіп тұрмын. Алмас, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың, күнің қалай өтуде? Бәрі керемет. Сен бұл саябақта қалай ғана ұмытып қалдың? Себебі бұны өте қатты жақсы көретін едің ғой. Есінен шығып кеткен ғой, сен кеткелі мүлдем келген жоқпын. Себебі бұл саябақ маған сен есіме салатын. Түсінікті. Солай, ал ендеше кеттік. Сүйікті саябағымдағы сүйікті бургерімді жейміз. Жүре ғой. Сүйікті бургер? Олай емес еді ғой. Сен сусындарды жақсы көретінсің. Точно, есінен шығып кетіпті. Шатасып жатырмын сасқалақтап. Қобалжып тұрсың ба? Біраз уақыттан бері бұл жерге сенімен келмегеннен кейін өткен шақ есіме түсіп, қуып кеттім ғой. Жарайды, уайымдама. Сусыңды іше бер. Бәрі керемет. Қандай керемет сезім. Осында отырған едік қой бұрында. Есіме түсіп жатыр, Ал аяру, ізденісті бастаймыз. Так, жақын маңда адамдардан сұрап көру керек. Міне, мына жас жігіттен сұрайық. Сіз Аят ағайды танисыз ба? Бұрын бізге универде сабақ берген, бірақ оны бәрі танып кеткеннен кейін жұмыс орнын ауыстырып кетті. Одан кейін көрмедім. Жауабыңыз үшін көп рахмет, маған көмегі тиді. Ізденісті жалғастырамыз, кеттік. Так, сәлеметсіз бе, Аят ағайды танисыз ба? Сіз Аят ағайды танисыз ба? Жоқ. Шаршап кеттім. Жаңбыр жауып кеткен нес, пана табу керек, қағазым су болатын болды. Неге соңғы кездер көп жаңбыр жауып кетті, оның үстіне шаршап кеттім. Оны мен таба алам ба өзі? Жоқ, бірақ мен оңай берілетіндердің қатарына емеспін. Let's go, аяру, табамыз. Аят ағайды іздеп табамыз да сұхбат аламыз. Ең мықты стажер. Аят ағайды танисыз ба? Жоқ. Кешіріңіз, сіз Аят ағайды танисыз ба? Жоқ, кім ол тағы? Сіз Аят ағайды көрдіңіз бе? Аят, ол білмедім, есімде жоқ. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз, Аят ағайды танисыз ба? Көрмеген екем. Бармаған жерім қалмады ғой. Масқара шөлдедім, су ішіп алайын. Ал жалғастырамыз. Ал ақ кептер, Аят ағайды көрмедің бе? Сәл болмағанда кептерлерден сұрап кетемін. Жауабың үшін рахмет, кептер. Сау бол. Көрсең айта сал. Қанатың бар, ұша аласың ғой.
кешіресіз, Аят ағайды көрмедіңіз бе? Танисыз ба? Аят ағай дейсіз бе? Иә, Аят ағай біздің мектепте сабақ береді. О, қай кабинет екенін айта аласыз ба? Мектепте ме? Иә, 5-ші кабинетте ағай. Жауабыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, Аят ағай, қалайсыз? Сәлем, сені танымай тұрмын. Оқушым ба едің? Жоқ, ағай, мен сізді күні бойы іздедім. Бармаған жерім қалмады. Сізді іздеп жүрмін. Мен редакциядан келдім. Сізден сұхбат алу тапсырмасы берілген еді маған. Алсам қарсы емессіз бе? Мен редакциядан кеттім ғой, білмейсің бе? Иә, бәріміз білеміз. Сол үшін маған осы тапсырманы берді. Сізді тауып келу және сұхбат алу. Айналайын, қарағым, мен сұхбат бере алмаймын. Редакциядан түбегейлі кеткен адаммын. Ағай, өтініш, бір рет. Сіз мені құтқарыңызшы, өтініш. Бірақ сенің табандылығыңа қарап беретін сияқтымын. Иә, саған беремін сұхбат. Аха, рахмет, ручканы алдым, жазып бастаймыз. Вау, әлі өз көзіме сене алмай тұрмын. Көп рахмет, ағай, сіз мені құтқардыңыз. Енді менің тұрақты жұмысым болатын шығар. Рахмет, сау болыңыз. Тадам, тауып келдім. Жарайсың, Аяру. Міне, Алмас, мен жоғалған профессор редактордан сұхбат алдым. Тапсырмаңыз толық орындалды. Мәссаған, Аяру, расымен де ма? Иә, ұзақ уақыт құрттым әрине, бірақ орындадым. Бұл тапсырманы көп адамдар орындай алмаған еді. Сен өте кереметсің. Байқаймын, саған тұрақты жұмыс ұсынатын шығармыз. Керемет. Мәссаған, мынаның жылы шырайын көретін күн бар екен ол? Жұмысты қалдырыңыз да шыға беріңіз. Жақсы, Алмас мырза, сау болыңыз. Бірекейін, мен мына тапсырманы орындаймын деп ойламаған едім. Ал мен саған сендім, сен орындай аласың. Мен өзіме сенбегенде сен маған сендің. Рахмет, брат. Көмек керек болса тартынба. Сен өте шынайсың. Керемет. Сенің қолдауың болмаса осы. Айбар, мен өз жұмысымды аяқтадым, саған көмек керек пе? Жоқ, өзім аяқтаймын. Үйіңе қайтып демал. Жақсы, саясағында сәттілік. Мен жақсы көрген Сакура, ертегі дерсің. Стажер Аяру, не істеп отырсыз? Автобус күтіп отырған едім. Бүгінгі жұмысыңыз мақтан тұтарлық. Рахмет. Мен жаңа стажер бұндай тірлік істей алады деп ойламаған екенмін. Сол үшін де сізді үйіңізге шығарып салайын. Жарайды, шығарып салсаңыз, шығарып салыңыз. Қарсы емеспін. Сіз маған біреуді есіме саласыз оның үстіне. Иә, көбісі маған солай айтады. Жүріңіз ендеше, апарып тастайын. Қалай рахмет айтсам екен? Еш қалай. Ал үйіңізге де келдік. Рахмет, тез жетіп алдым. Сіздің атыңыз Аяру ғой. Менің бір ескі танысымның аты да сондай еді. Аяру деген кең танылған ат қой. Мына екеуі неге сөйлесіп тұр? Бұлардың бір-бірімен сөйлесуге жол бермеу керек. Вдруг Алмас Аяруды танып қалса? Сәлем, Алмас. Сен мені іздеп келдің бе? Мені көрмесең тұра алмайтын сияқтысың ғой. Жоқ. Мен сендерге кедергі келтірмейін. Аяру, саған не болған? Сенің бұндайың жоқ еді ғой? Мен әріптесімді үйіне келіп тастадым. Бүгін ол жетістікке жетті. Кешірші, сен маған келді деп ойлап қалыппын. Жақсы, онда сау бол. Так, Айлин, сен маған ештеңе айтқың келмей ме? Неге үнсізсің? Неге жауап бермей тұрсың? Неге естімеген ұқсап отырсың? Айлин, сен өзгеріп барасың. Жарайды, пайда жоқ. Шаршап тұрмын, ұйықтаймын. Не жағдай болып бара жатқанын ұқпай жүрмін. Тағы да үнсіздік ал. Мақұл. Жек көріп тұрмын Аяруды. Өзі ұсынды емес пе Алмаспен танысуды? Енді өзіне қараш. Бүгінде ұйқым келер емес. От жағайын. Ашық аспан астында ойлануым керек. Неге мен бұл стажерға жабыста қалдым? Неге стажерға мені тартып тұр? Есімі Аяру. Мүмкін есімі Аяру болған үшін шығар. Немесе балалық шақтағы Аяруға қаттырақ ұқсаған үшін бе? Достар, 5-ші бөлімнің соңы 5-ші бөлім әдеттегі бөлімдерге қарағанда ұзақырақ болды. Яғни 9 минут. 3-ші талпыныс 50 комментарий жинай аламыз ба, достар? 50 комментарийға жете алмай жатырмыз. Және достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңдар. Алдын ала рахмет.